Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Оңтүстік арнасында ізгілік мекені хабары, хабардың жүргізушісі мен Ербек Бакиев. Бүгін бізде қонақта әнші Шымкент қалалық арнайы кітапхана қызметкері Еңсепбаев Балташ Салжекенұлы. Балташ аға, студиямызға, ортамызға, ізгілік мекеніне қош келдіңіз. Қош көрдік. Мінекей, сізді өнер саласында еңбек етіп жүрген, қызмет саласында өзіндік жұмысы бар атқарып жүрген азамат деп таныстырып жатырмыз. Осы орайда әңгімені өзіңізден бастағым келіп отыр. Мынау әнші қаншама әндерді орындап, көптің көңіліне орын алып жүрген жансыз. Жалпы осы ән айдынына қалай қадам бастыңыз? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді ән айдынына қадам басқанда өзі өнер жалпы нағашылардан беріледі дейді осы. Нағашы жақтарымызда бір өнерлі адамдар бар екен. Сол өнерден енді таныла бастаған кезім сонау 88 жылы мен арнайы көз көрмейтіндерге арналған мектеп-интернатта оқыдым Алматы қаласында. Сол жерде қызмет ететін, музыкалық аспаптарды үйрететін мұғалімдердің көзіне түсе бастадым. Содан бері енді осылай қадам басып келеміз. Дұрыс екен. Жалпы тыңдарманның талғамына тура келетін тақырыптағы әндер қандай болу керек сіздің ойыңызша? Енді тыңдарманға бәріне қалай еді? Мысалы, тыңдаушыға байланысты деп ойлаймын да, өз себебі жастар жағына енді кішкене басқа, үлкендер жағына термелер деген сияқты сондай деп өзім ойлаймын. Әр буынға байланысты дейсіз ғой, әр кімнің талғамына қарай. Енді мынау әңгіме ән деп жатырмыз ғой, осы әннің халықтың жүрегінен кең орын алып тұрақты жаңағы қонуына тікелей байланысты себепкер кім болуы мүмкін? Әнші, орындаушы, сазгер, ақын жұмыла жұмыс жасайды ғой. Енді ең бірінші мен өзім ойым ол жазылған сөзіне қарай болса керек, ақынға байланысты деп ойлаймын көбінесе. Сосын орындаушыға байланысты. Алай жүрегімен орындайды, жаңағы беріліп орындау керек деген сияқты. Ән айтсаң, жаныңды жеп айт дегендей ғой, былайша айтқанда. Ендеше әңгімемізді әдемі әнмен жалғасақ, өзіңіздің орындауыңыздағы қазақтың ұлттық аспабы домбырада ән тыңдасақ, қолқа салсақ, былайша айтқанда. Мархабат. Aspandagı aynen gün gözlerine aşık olup ötüşen Mağan uksab aspandagı aynen gün gözlerine
Ой, бәрекелді, керемет ән. Енді әншілікпен қатар өзіңіздің атқарып жүрген негізгі қызметіңіз мынау Шымкент қалалық арнайы кітапханада жұмыс жасайсыз. Осы жұмысыңызға да тоқталып өтсеңіз. Енді жұмыс бізде жаңағы арнайы көз көрмейттерге арналған Braille редактор деген қызмет атқарам. Ол жерде жаңағы бедел нүктелі ғаріптермен жаңағы компьютерға енгізіп, соны кітап қылып шығарамыз. Көзі көрмейтін, көзі әлсіз көретін азаматтарға арналған сол кітаптар шығару бөлімінде қызмет атқарамын. Қаншама кітаптарды жаңағы Braille жүйесінен компьютер арқылы кітап етіп шығарасыз. Ол жерде қандай кітаптар жалпы жарық көріп жатыр бүгінгі таңда? Енді түрлі мысалы атап айтар болсақ, Сымбат деген қыз-келіншектерге арналған журнал бар, Ғажайып әлемі деген, Орысша удивительный рядом деген журналдар, тағы сол мерзім журналдар солар. Жалпы сол журналдар осы кітапхананың жаңағы типография бөлімінде жарыққа шығып, біздің қаладағы зағип, жалпы облыстағы зағип және нашар көретін оқырмандарға жол тартады, және олар соны оқу арқылы ол бір белгілі мерзім сайын шығып тұрады ғой, яғни. Иә, әр 90 сайын, квартал сайын шығып тұрады. Жақсы. Сонымен қатар өзіңіздің жалпы әншіліктен бөлек, кітапханадан бөлек 7 нота деп аталатын қоғамдық бірлестігіңіз де бар екен. Осы бірлестікке де тоқталып өтсеңіз. Енді бірлестікте бізде жаңағы өзіміз кішкене ән жағынан түсінетін болғасын, жалпы адам баласы өз қолынан келгенін жасайды ғой. Әлбетте. Сондай бір дыбыс жазу студиясын ашқан болатын. Ол жерде де енді көптеген еңбектер атқарылып жатыр. Біздің осы зағип жандар сол студияға барып енді қолжетімді бағамен өз әндерін орындап сол жерде өңдейміз. Яғни дыбыс жазасыз, әндерін жазасыздар, өңдеу жұмыстарын жүргізесіздер. Оның ішінде жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтар да келіп өтініш айтып, я болмаса олардың да жалпы қызмет алып жұмыс жасап жатқандар бар ма жалпы? Әлбетте бар. Бізде сол студияда жұмыс істейтіндер де бар, үйреніп жүрген азаматтар бар. Осы енді ол кішкенде мүмкіншілігі шектеулі болғасын, ол оңай емес. Сондықтан ол құлақпен тыңдап отырып жұмыс жасаймыз да, соны үйрету үстіндеміз қазіргі таңда. Дұрыс екен. Енді жалпы елімізде, қаламызда көптеген әншілер қосымша жұмыс ретінде тойға шығып, той бизнесін дамытып жатады. Өзіңіз осы салада, жалпы той саласында сол салаға деген көзқарасыңыз, және өзіңіз сол саладан таба аламыз ба сізді іздесек? Енді Құдайға шүкір, той саласында осы батыс жақта 2008-ден бері 2018 жылға дейін Орал қаласында тұрдым. Сол жерде жұмысым тек қана осы той саласымен байланысты болды. Және де Ресей Федерациясына да барып өнер көрсеткен кездеріміз болды. Ол жақта да енді біздің қазақтың салт ғұрыптарын өте қатты қолданып, ұстанып дәріптейді ма? Мынау той саласында деп жатырмыз ғой. Тойға шыққан кезде домбырада жаңағы аспаптарда ән айтасыздар ма, әлде бір эстрадалық жанрда ма? Енді ол жерде той, мысалы жастардың тойы болса, көбінесе енді эстрадалық жанрда кетеді. Егерде үлкен кісілер құдалық, сондай қуаныштар болатын болса, ол жерде енді домбыра, баян. Жалпы ұлттық аспаптарға деген сұраныс бүгінгі қазақ дәуірінде қаншалықты жоғары деңгейде деп айта аласыз? Енді қазіргі таңда Құдайға шүкір, мысалы ұлттық аспап біздің өзіміздің домбыраға ерекше сұраныстар қайтадан осы көбейіп жатқан жайы бар. Бұл да енді ұлттық құндылықтың қадір қасиетіне барып, бойына сіңіп жатқан өзіміздің өнеріміз дейсіз ғой. Енді өзіңіз көптеген әндерді орындайсыз, елдің қошеметіне бөленесіз. Қандай тақырыптағы әндер жаныңызға жақын? Мына өзім ауылдан жағы өсім ба, осы ауыл жайлы, туған жер жайлы сондай әндер жаныма жақын келеді.
сол бағытта әндерді орындаймын дейсіз ғой. Көбінесе енді. Ауылға сағыныш, Елге сапар. сапар, жаңағы Құралай Сәтмұхамедованың орындауы дүниесінен шыққан. Енді өзіңіз осы қандай белгілі тұлғалармен жұмыс жасап жатсыз шығармашылықты дамыту мақсатында? Енді белгілі тұлғалар дегенде енді ондай бір аса белгілі тұлғалармен білмеймін, бірақ қазіргі таңда мына өнердегі сол Орал жақта Ерлан Қуанышев деген азамат бар. Иә. Өте бір сондай енді қабілеті өте жоғары. Сол кісілермен жұмыс жасау үстіндеміз. Жалпы қаншалықты кейде қиыншылығы болып жатады, кейде қызықшылығы болып жатады. Осы той саласында жүресіз, сахнада жүресіз. 2018 жылы осы Шымкент қалалық арнайы кітапхананың ұйымдастыруымен өткен фестивальда Шабытта шалқар шабытымда жүлделі 2-ші орынды алдыңыз ғой деймін, қателеспесем. Ол осы жүлделі сізді шабыттандырар ма? Қанаттандырар ма? Кейде айтып жатады ғой, мен жеткен жетістік менің алдағы жұмысымның баспалдағы деп. Сізде қалай? Енді менде жалпы бізде жасымызда 40-қасына келгесін уже жұмысымызда кішкене ауысып жатқасын, ондай прям бір не жоқ енді. Иә. Дұрыс екен. Енді мынау өмірде қызықты болып өткен оқиғаларыңызды айтып берсеңіз көрермен назарына. Тап осындайда енді қызық. Енді тойда жүресіз, кейде бір кісілер қызық қылып айтып жатады, айтылатын ән айтылмай қалады деп, кейде бір кісілер айтады, айтылмайтын ән қойылып кетіп жатады дейді. Сіздерде ол жағы қалай? Ондай болып тұрады. Бір күні бір енді айта өтейін, бір жастар жаңа тойдың үстінде кіріп келе жатыр да, сосын музыкант жігіт жаңа айтылатын жерде айтылмайтындар қойылады дейсің ғой. Иә. Сосын жаңа музыкант жігіт әлгі жерде құлағыр тула ән қойып жатыр да, жаңа жастар кіріп келе жатқанда. Иә. Сонда ән жерде халық күліп енді әзіл ретінде сондай айналдырып жіберді да. Әзіл ретінде болған болуы мүмкін деп дейсіз ғой. Сондай қызықтар енді көп. Иә. Дұрыс екен. Өзіңіз мынау домбырадан бөлек баянда да ән шырқай береді екенсіз. Тағы да бір жұп болсын деп баяндағы әніңізді тыңдасақ. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта.
өте керемет, әдемі ән, ауылға деген сағыныш, елге деген сапарға, көңілді толқытып, жүректі тебірентетін тамаша ән. Енді адам баласында арман жоспар болады, ертеңге мақсат болады. Өзіңіздің алға қойған арман жоспар мақсаттарыңызбен бөліссеңіз. Енді алдағы қойған мақсаттарым жаңағы жетім орта деген қоғамдық бірлестігінің кішкене жұмысын дамытып, осы азаматтарға деген қолқабысымызды тигізіп жатса, ол нұр үстіне нұр ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар мына әйтеуір қызметімізде абыройлы болсақ, сол жеткілікті деп ойлаймын. Мақсаттарымыз сол. Дұрыс екен. Енді мынау әнге қайтадан оралсақ, әр адамның өзінің үлгі тұтатын, өнеге тұтатын тұлғалары болып жатады ғой. Кумирі болып жатады деп айтамыз. Сіз кімдерді үлгі өнеге тұтасыз, ұстаз тұтасыз деп айтайыншы? Енді мен өзім мына Мейрамбек Беспаев бауырымызды өте сыйлаймын, сондай жоғары деңгейде әнші ретінде бағалаймын. Жалпы музарт тобын. Дұрыс екен. Енді мынау сөзіміздің соңында тағы бір қорытынды сұрақ болсын. Сіз үшін өмір несімен ерекше, несімен қымбат? Мен үшін несімен бағалы? Несімен бағалы болғанда осы өмірде әйтеуір енді елдің ортасында әйтеуір жүрсек, сол жұмысымызды жасап деген сияқты. Сонысымен ерекше, сонысымен бағалы дейсіз ғой. Адам өмірді бағалау керек. Ендеше өміріңіз берекелі, өміріңіз ерекшеліктерге толы болсын. Мынау бізде арнайы дайындалған Ақылдым журналы сізге осы бағдарламаның атынан табыстарымыз келіп отыр. Қызмет газетінің демеушілігімен үйдегі кішкентайға ішінде ақылдылыққа баулайтын даналық сөздер жазылған Ақылдым журналын қабыл алыңыз. Бәрекелді, рахмет. Қадірлі көрермен, эфирде ізгілік мекені хабары болатын. Бүгін бізде қонақта әнші, Шымкент қалалық арнайы кітапхана қызметкері Еңсепбаев Балташ Салжекенұлы болды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Көтеріңкі көңіл күйде. Алдағы хабарларда қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.